ата-ана құқығынан айырылатын болады. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, дәл осы тақырыпта талқылаймыз. Студиямызда Жолдас Батырхан мырза, қош келдіңіз. Студиямызға оқу ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының орынбасары. Қош келдіңіз. Бүгін ғана бір ақпарат шықты, тағы да дәл осы мәселеге қатысты. Алматы облысында рейдерлік прокуратура жүргізген әрекеттің нәтижесінде 6 жастағы ұлды аштықта ұстаған, ұрып соққан деген ақпарат пайда болып жатыр. Соңғы уақытта көбейіп отыр ма, әлде бұрын бар болған, бірақ бұл мәселені біз аңғармай келгенбіз бе? Түсінікті. Рахмет бірінші шақыртуларыңыз үшін. Ең бірінші баланың құқықтары дегеніміз не? Біз негізі баланың негізгі құқықтарын шартты түрде 6 түрге бөлеміз. Солардың ең негізі бала тең құқылы болу керек. Өзінің еркін ойлы болу керек.